Сәлем балақай, сабаққа қош келдің. Smiles 3-ші сыныптың 26-шы және 27-ші беттегі тапсырмаларын орындайтын боламыз. Сабақты бастамастан бұрын видеоға лайк басып, каналыма подписация етіп, қолдап кет. Сабақты бастаймыз. 26-шы беттегі 22-ші тапсырма. Read and choose, then listen and check. Оқы, таңда және тексер дейді. Must және mustn't деген екі етістік берілген модальді етістіктер. Соны қолдану ережелерімен таныс боласыздар. School rules, мектеп ережесі. Бірінші сөйлемді жасалым түрі we must wear a uniform. Яғни біз мектепке мектеп формасын киюге міндеттіміз. We mustn't chew gum. Біз сағыз шайнамау керекпіз. Сол себептен mustn't. We shout in class. Біз сыныпта шуламауымыз қажет. Mustn't. We mustn't drop litter. Біз қоқыс тастамауымыз қажет. We must be quiet. Біз тыныш болуымыз қажет. We must be kind to others. Біз бір-бірімізге мейірімді болу қажетпіз. We mustn't climb on the desk. Біз партаның үстіне шықпауымыз қажет. We must do our homework. Біз үй жұмысын жасауға қажетпіз. Енді қараңыздар, must қажеттісің, mustn't қажетті емессің, яғни сен жасамау керексің. Екінші сөйлемде mustn't, үшінші сөйлем mustn't, төртінші сөйлемде mustn't, бесінші сөйлемде must, алтыншы сөйлемде must, жетінші сөйлемде mustn't, сегізінші сөйлемде must. Дәл осылай өздеріңе белгілеп аласыңдар. Where were they yesterday? Read, match and say. Кеше олар қайда барды? Сәйкестендіріп айт дейді. Бірінші сөйлем. You must be quiet. Сен тыныш отыру керексің. Қайда? At the library. Бірде be. Екі. You mustn't dive at the pool. Саған бассейнге сүңгуге болмайды. You must keep off the grass at the park. Саябақта шөптен аулақ болу қажет. You mustn't park your car here in the street. Мына көшеде өзіңнің көлігіңді тұраққа қоя алмайсың. You mustn't feed the animals at the zoo. Сен жануарларды зоопаркте тамақтандыра алмайсың. You must stand behind the yellow line at the train station. Яғни сен пойыз станциясында сары линияда тұру қажетсің. Келесі тапсырма. Talk with your friends and write your classroom rules. My classroom rules. Бұл жерде сен өзіңнің досыңа мектептегі кабинеттегі ережелерді жазуың қажет. We must, we mustn't. Келесі тапсырма. Talk with your friend, then write your classroom rules. Өзіңнің досыңмен әңгімелесе отырып, мектептегі сыныптағы ережелерді жаз дейді. Демек, бізге ол үшін 22-ші беттегі тапсырма қажет болады. Сол 22-ші тапсырмаға қарап отырып, өздерінің must қажетті, mustn't қажетті емес жасауға болмайды деген ережелерді жазасыңдар. Ал балалар, 26-ші беттегі тапсырмаларды орындап болдық. Бұл сабақта мектептің ережелерімен жасауға болмайтын, жасауға болатын ережелерімен таныс болыңдар. Каналыма тіркеліп, видеома лайк басып, қолдап кет. Келесі сабақта кездескенше сау бол.
21-ші тапсырма. Talk with your friend. Өзіңнің досыңмен әңгіме құрам. Can I watch TV tonight? Мен түнде теледидар көрсем болады ма? No, you can't. Жоқ, көре алмайсың. Can және can't модельді етістіктерін қолдана отырып, сөйлем құрастыратын боламыз. Can I watch TV tonight? No, you can't. Can I eat your sandwich? Жасыл кеседе X берілген, демек біз болымсыз сөйлем құрамыз. No, you can't. Жоқ, сэндвичті жей алмайсың. Play your violin. Сенің виолончеліңді ойнасам болады ма? Галочка тұр, демек болымды сөйлеме. Yes, you can. Can I jog in your room? No, you can't. Can I wear your scarf? Сенің шарфыңды тақсам болады ма? No, you can't. Жоқ, болмайды. Can I shout in the garden? Мен бақшада шуласам болады ма? Yes, you can. Я, болады. Демек can болады, can't болмайды. Look at these boxes. Мына қораптарға қара. The children are here. Балалар мұнда. Please clean your teeth. Өтініш тісіңді тазала. Демек, бірінші тапсырмада batteries, knives, touches, boxes, children, teeth. Енді 8-ші тапсырма listen and draw lines. Тыңда және де сызықтармен сыз дейді. Үйдің суреті берілген және сөздер берілген. Сөздердің аудармасын түсінікті деп ойлаймын. Touch – фонарик, cooker – газ плитасы, clock – сағат, microwave – микроволновка, laptop – ноутбук, remote control – пульт, mobile phone – телефон, lamp – лампа. Сол сөздерді суретке қарап, бір-бірімен сызық арқылы сәйкестендіресіздер. Осымен 20-шы және 21-ші беттегі тапсырмалар аяқталды. Каналыма тіркеліп, видеома лайк басып, қолдап келіп, келесі сабақта кездескенше сау бол.